Қазақстан әлем чемпионатына шығады, Еуропа чемпионатына шығады деген бос әңгімені осы жерден доғарыңыздар. Біз шығуға достойны емеспіз. Біздің чемпионатымыздың стадиондары қай жерде өтіп жатқанын көресіздер ме өзі? Анандай стадиондарда чемпионат өтетін мемлекеттің құрамасы ойнамай қойсын. Ұят болады, абыройсыздық болады. Біздің футболымыз біреу шетелдің журналистері зерттесе қазір тығырыққа тірелеміз. Сондықтан біздің деңгейіміз дайындық жұмыстары. Стадиондар саламыз, Қызылордада салынып жатыр, Атырауда салынады, Шымкентте салынады. Содан кейін бір 5-6 жылдан кейін келіп айтыңыздаршы, сол кезде мақсат қояйық, чемпионат мираға шығайық ағайын. Біз дайын болып қалдық, келдік осы жағдайға. Біздің 4-5 ойыншымыз мына жақта ойнап жатыр. Біреуі Силкибургта, біреу Бешикташта ойнап жатыр. Осындай болып жатыр, Челсиге ауысты бір футболшымыз деп айтыңыздар. Сол Дастан Сатпаев 25-ке келсін. Сондай футболшылар, оның артында да келе жатыр ғой балалар. Сол жігіттерге сенім артамыз, болашақ соларда. Біз соған дейін, осы сен бар, мен бар, журналистер соған дейін қажымас қайратпен, қайраткерлікпен жұмыс істеуіміз керек. Сол үшін әрекет қылуымыз керек. Қазақстан футбол федерациясының президенті, ұлттық құраманың бас бапкері бәрі ауысады. Олар келеді, кетеді, бәрі мақсатқа байланысты кете береді. Бірақ біз мәңгіміз. Мен осы қазақ футбол үшін өле-өлгенше қызмет ететін адаммын. Мен солай өмірім, басқа менде мақсат жоқ бұл өмірде. Сенікі де шамамен сондай, мынанікі де сондай. Болды. Жанкүйерлер соны түсіну керек.